Сәлеметсіздер ме? Мен бизнес және басқару кафедрасының аға оқытушысы Сыдыкова Айгүл Нұрғазыновна, экономика ғылымдарының магистрі. Бүгінгі біздің тақырыбымыз тауарлы материалдық қорлар есебі. Тауарлы қорлар бұл соңғы тұтынушыға сатылған кезге дейінгі нарықтағы қоғамдық өнімнің бөлігі. Кәсіпорындардың және ұйымдардың қызметі барысында өздерінің өндірген дайын бұйымдары, сату үшін арналған тауарлары, сатып алынған, бірақ әзірге ұйымға келіп түспеген тауарлары, аяқталмаған өндіріс, пайдалануға арналған қосалқы бөлшектері, отындар, ыдыс және ыдыстық материалдар, жартылай фабрикаттар және басқа да материалдары сол ұйымның тауарлы материалдық қорлар түріндегі активі болып табылады. Олардың өндірістік құралдарының өзге заттары өндірісте пайдаланылған кезде өздерінің бастапқы құнын түгелдей өндірілетін өнімге ауыстырады. Шығарылатын өнімнің атқарылатын жұмыстарын өзіндік құнының жартысынан көбі еңбек заттарының құнынан тұрады. Еңбек заттары өндірістегі қор болып табылады. Слайдта көрсетілгендей тауарлы материалдық қорлар, олар шикізаттар, фабрикаттар, қосалқы бөлшектер, сатуға арналған дайын материалдар және де аяқталмаған өндіріс материалдары жатады. Тауарлы материалдық қорлардың жіктелуі, олар жартылай фабрикаттар, отын, құрылыс материалдары, шикізаттар мен материалдар жатады. Ұйымдардағы қорлардың есебі қаржылық есептің халықаралық стандартының номер 2 қорлар стандартына сәйкес ұйымдастырылады. Тауарлы материалдық қорлар түрінде көрсетілген активтердің үлкен бөлігін өнімдерді дайындауда, қызметтер мен жұмыстар орындауда пайдаланатын материалдық бағалықтар құрайды. Материалдар өндірісте өндіру, қайта өндіру немесе дайындау үшін және де басқа да қажеттіліктері үшін арналған материалдық бағалықтардың есебін дұрыс ұйымдастырудың қажетті алғы шарттары материалдардың іс жүзіндегі жіктелуі сақтау болып табылады. Осы материалдық емес тауарлар есебінің келесідей көрінісі орташа өзіндік құнды есептеу әдісі бойынша, яғни кәсіпорынға кіріске алынған әрбір материалдық қорлардың бағасы, оның кіріске алынғандағы шоты бойынша бағасы анықтау мүмкін болмаған жағдайда жүргізіледі. Материалдық қорлар түрінің орташа өзіндік құны ұйымдағы материалдардың есепті айдың басындағы қалған қалдығының құны мен ай бойы кіріске алынған материалдар құнының жиынтығы, материалдардың ай басындағы сандарының қалдығы мен ай бойы кіріске алынған тиісті материалдар стандарттарының қосындысынан бөлу арқылы анықталады. Мысал келтіре кетейік. Мына кестеде, яғни тауарлы материалдық қорлардың есепте көрсетілетін нысандары белгіленген. Осы есепті түсіндіре кететін болсам, арнайы ұқсастандыру әдісі бойынша, егер қоймашы бухгалтерияға 30 сәуір 2022 жылы 25 бірлік келесідей құралғандығы туралы ақпарат берсе, онда 5 бірлік бастапқы қалдықтан 10 бірлік 13 сәуір 2022 жылда түскеннен 10 бірлік 25 сәуірде түскеннен бухгалтер бұл бірліктердің келесідей бағалайды. Яғни 5 бірлікті көбейтеміз 30-ға, қосамыз 10 бірлікке, көбейтеміз 40 теңгеге және қосу 10 көбейту 50 теңге. Яғни тең болады бұнда 1050 теңге. Сонымен пайдаланылған қорлар құны 1890 теңгені құрайды екен. Материалдардың босалқы қорлардың барлық түрін есепке алу 13.00 қорлар бөлімшесінің негізгі активі мүліктік шоттарда жүзеге асырылады. Бұл бөлімнің шоттары 13.10, 13.17 шоттары құндылықтардың түрлері есепке алынады. 13.00 қорлар бөлімшесі шоттарының дебеті бойынша айдың басы мен соңында қалдықтары материалдың түсуін көрсетеді. Кредит бойынша олардың жұмсауын көрсетеді. Материалдық қорлардың келіп түсуі мен орын ауыстыруы және босатылуымен байланысты барлық операцияларға сәйкес алғашқы құжаттармен толтырылады. Материалдық қорлардың қабылдануымен байланысты келіп түскен құжаттар, шот, фактура, төлем талап тапсырмалары, тауарлар, көліктік жөнелтпе қағаздар, жабдықтау, бөлімнің тексеруге және акцепке қабылдауға беріледі. Бұл жерде оларды келіп түскен жүктері есепке алатын журналға тіркейді. Бұл журнал қорлардың түсуі мен кіріске енгізілуін бақылауға, сондай-ақ шоттарды төлеу мерзімдерін немесе акцептен бас тартуды жедел түрде бақылауға арналған.
Келесі слайдымызда материалдардың қозғалысын есепке алу бойынша төмендегідей типтік құжаттар пайдаланылады. Яғни бұл жерде қолданылатын үш құжат, яғни сенімхат, берілген сенімхаттарды есепке алу, кіріс ордер. Сенімхат дегеніміз бұл материалдық қорларды қабылдау кезінде лауазымды тұлғаның субъектінің сенімді өкілінің құқысы бар адамға сенімхатты рәсімдейді. Сенімхатты бухгалтерия рәсімдеп алушының қолын қойғызып қолхат арқылы береді. Материалдық құндылықтардың алынғандығын берілген сенімхаттарды есепке алатын алдын ала нөмірленген және түптелген журналға тіркейтін субъектілер қолданылады. Берілген сенімхаттарды есепке алу журналы дегеніміз, яғни берілген сенімхаттар мен олардың алғандағы туралы қолхаттардың тіркеуге қолданылатын сенімхаттарды пайдаланған кезде оның берілгендігі және алынғандығы сенімхаттың түбіртегіне жазылады. Мұндай жағдайда берілген сенімхаттарды есепке алу журналда жүргізіледі. Кіріс ордері жабдықтаушылардың немесе өндірілгеннен кейінгі ұйымға келіп түскен қорларды есепке алуға қолданылады. Қорлар қоймаға келіп түскен күні материалдық жауапкершілігі бар тұлға кіріс ордерінің бір дана етіп толтырады. Материалдардың қабылданған туралы акт. Яғни кез келген тауарлы материалдық қорларды ең бірінші қабылдаған кезде актімен қабылдайды. Жабдықтаушылардың жолдама құжаттарындағы мәліметтерден сандық және сапалық айырмашылықтары бар. Қорларды қабылдау кезінде қолданылады, сондай-ақ құжаттардың түскен материалдық қабылданғандағы жасалады. Қабылдау комиссиясының міндетті түрде материалдық жауапты тұлғаның жіберуші өкілінің немесе мүдделі емес мекеме өкілетінің қатысуымен актіні 2 дана етіп жасайды. Құндылықты қабылдағаннан кейін құжаттармен қоса тауарлы көліктік жөнелтпе, қағаз спецификалау және актілердің бір данасы материалдық қорларды қозғалысын есепке алу үшін бухгалтерияға екінші жабдықтаушыға талап хатын жазу үшін жабдықтау бөлімінің немесе бухгалтерияға жіберіледі. Материалдық құндылықтарды өндірісте дайындау, сақтау процесінде жетіспеушілігі мен жоғалуы жөніндегі актыда, яғни табиғи шығын нормаларды айқындалмаған материалдық қорларды дайындалу, сақталу немесе өндіру процесінде жоғалған анықталған кезде қолданылады. Қорлардың сақталуының жауапты бөлімдерінің балансын шығаруға және кінәлі адамдардың өндіріп алуға аталған құжат негіз болады. Бұл құжат материалдық қабылдау жөніндегі актіге тіркеледі. 2 данасы толтырылады, немесе мүшелері мен кінәлі кісілер қол қояды. Бірінші данасы бухгалтерияға жіберіледі, ал екіншісі сол кәсіпорынның бөлімшесінде қалады. Табиғи шығын нормаларына сәйкес материалдардың жоғалуы туралы акт. Яғни ұйымның қоймасы жабдықтаушылардың келіп түскен кезде табиғи шығын нормаларына сай қорлардың кемдігі анықталса, немесе өндірілгеннен кейін оларға табиғи шығын нормалары қойылған болса, осы акт жасалынады. Қорларды қабылдау жүргізген кезде жасалынған актіге кіріс ордері қосымша қызмет атқарады. Комиссия 2 дана етіп жасап қол қойып, бірінші данасы бухгалтерияға өткізеді. Себебі акт қорларды жоғалуын материалдық жауапкершілігі бар тұлғалардың есебінен шығарып тастауға негіз болып табылады. Екінші данаға қоймада қалады. Материалдық бүлінуі, сынуы, қирауы туралы акт. Ол кәсіпорында бүлінудің, сынудың, қираудың нәтижесінде арзандауға және де шығаруға тиіс қорлар болып саналады. Келесі лимиттік жинақтама картасы. Бұл өнімді дайындау үздіксіз пайдаланылатын құндылықтарды босату, сондай-ақ өндіріс қажеттілігіне керек құндылықтарды босатудың белгіленген лимиттерін сақтауға, ағымдағы бақылау үшін және қоймадағы материалдық қорларды шығарып тастауға негіз болатын құжат. Лимиттік жинақтама карталары жабдықтау бөлімі немесе жоспарлау бөлімі материалдардың номенклатуралық номерлердің бір түріне 2 дана етіп дайындалады. Бір данасы ай басталғанша цехқа, қорды пайдаланушыға, екіншісі қоймаға немесе цехтың қоймасына беріледі. Өндіріске қорларды қойма цех өкілі лимиттік жинақтама картаның өзіне тиесілі данасы көрсеткенде ғана босатылады. Қоймашы 2 данаға да босатылған қорлардың күні мен мөлшерін жазған соң лимиттің қалғанын анықтайды.
лимиттің жинақтама картасы. Яғни біздің мына есебімізде лимиттің жинақтама картасы өнімді дайындау үздіксіз пайдаланылатын құндылықтарды босату, сондай-ақ өндіріс қажеттілігіне керек құндылықтарды босатудың белгіленген лимиттерін сақтауға, ағымдағы бақылау үшін және қоймадағы материалдық қорларды шығарып тастауға негіз болатын құжат. Лимит жинақтама карталарын жабдықтау бөлімі немесе жоспарлау бөлімі материалдардың номенклатуралық номерлерінің бір түрінде 2 дана етіп дайындалады. Бір данасы ай басталғанда цехта қорларда пайдаланушыға берілсе, екіншісі қоймада қалады. Материалдардың нақты қалдығы оларды сақтау. Яғни материалдардың нақты қалдығы оларды сақтау және жіберу дұрыстығын анықтау мақсатымен түгендеу жүргізіледі. Түгендеуді кәсіпорын басшысымен тағайындалған комиссия жүргізіледі. Тауарлы материалдық құндылықтарды түгендеу тізімінде материалдық жауапты тұлға барлық құжаттардың, материалдардың қоймалық есеп карточкаларын жазылып, бухгалтерияға берілгендігі туралы қолхат береді. Түгендеу тізімін жазулар тек нақты есептегеннен кейін, ұзындығын өлшегеннен кейін, құндылықтардың салмағын өлшегеннен кейін жазылады. Егер де түгендеу тізімінде ауытқулар табылса, онда салыстыру ведомысы толтырылады. Әрбір ауытқу фактісінде материалдық жауапты тұлға жазбаша түсініктеме жазады. Артықшылықтар кіріс алынуға және кәсіпорын табысына жатқызылуға тиіс. 13-10 шикізаттар мен материалдар шоттарының дебеті 62-80 басқа да табысты шоттар кредиті бойынша жүргізіледі. Материалдық құндылықтардың жетіспеушілігі 12-80 басқа да қысқа мерзімді дебиторлық қарыздар немесе 21-80 басқа да ұзақ мерзімді дебиторлық қарыздар бойынша жүргізіледі. Назарларыңызға рахмет.